b a модуля тең 4 болса, b және a мен векторларының b және a мен векторларының арасындағы бұрыш 60 градусқа тең болса, x плюс y квадрат өрнегінің мәні. Мен деген сөз артық сияқты бізде. Сонымен бізде x қосу y квадрат табу керек. Арасындағы бұрыш 60 градусқа тең дейді. Модуль а тең 4. Былай ғой, модуль b-ны табуға болады. Пифагор теоремасы бойынша 1-дің квадраты 1, 0-дің квадраты 0. Содан түбір астында 1, оның ұзындығы 1-ге тең. Содан a көбейту b, a көбейту b тең болады модуль а көбейту модуль b көбейту косинус 60 градус. Арасындағы 60 градус. Ол бізде 1-ді x-қа көбейтеміз. X болады. 1-ді x-қа көбейтеміз. X кәлер көбейтінді бар. X-а бай ғой, x-а көбейту xb қосу y-а көбейту yb. Кәлер көбейтінің екі формасын теңестіріп тұр. Модуль а бізде 4-ке тең. Модуль b 1-ге тең. Косинус 60 2-ден 1-ге тең. xa ол x, xb ол 1. YA ол Y, YB ол 0. Сонда бізде мынау деген x болады, мынау деген 0 болады. Сонда x-қа 0-ді қоссам x. Мынау қысқарады, 2 бірім 2, x тең 2 болады сонда. Ал модуль а бізде түбірдің астында xa квадрат қосу ya квадрат қой. Мынау біздің xa-мыз. Осы бізде 4-ке тең. xa квадрат 2-нің квадраты, сонда мына екі жағын квадраттаймыз. Мынау кетеді. 2-нің квадраты 4 қосамыз. Ya квадратты мен тапқалы жатырмын. Тең болады 16. Ya квадрат тең 12. Осы жерде өте маңызды сәт. Плюс минусты ұмытпау керек. Y-тің екі түрлі мәні бар екен бізде. Бірақ бізде y квадрат десе бәрібір де оның бірақ мәні болады екен. 12. Рөл ойнамайын деп тұр ғой сонда. Екі түрлі x квадрат бәрі 12-ке тең да. Ана плюс минус болса да. Сонда x қосу y квадрат деген жерде бізде x деген 2 болады да. Y квадрат деген 12 болады. 2-ке 12-ні қоссам 14. Мында мәндерін деп тұр, яғни бірнеше жауап болуы мүмкін, бірақ дәл мына жерде бір-ақ жауап болады бәрібірде. Жауабы D болады. A, B, C, D. Солай. Басқа варианттар қате екеніне бір қарап шығамыз.